Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін біз эксперимент жасап көретін боламыз. Яғни балалардың киімдерін кетпей қалған дақтарды кетіретін боламыз. Бұнда шоколадтың дақтары, шырынның дақтары және бананның кетпей қалған дақтары бар екен. Осыларды алып қазір жуып кетіретін боламыз. Бұндай дақтар бір машинкамен жуғанда кете қоймайды. Сол себепті қазір біз эксперимент жасап көреміз. Бізге керек заттар: обычный порошок, менде отбеливатель босс, сіздерде любой отбеливатель қолдансаңыздар болады, және қарапайым ас содасы. Қанша мөлшерде салғанымды описанияға қалдырдым. Барлығын қайнап тұрған суға салып, араластырып, ішіне киімдерімізді саламыз. Бояу шықпайтын киімдерді бірге салсаңыздар болады. Осылай жақсылап қайнатып, где-то 20 минуттай қайнатамыз. Араластырып тұрыңыздар, а то көпіріп тасып кетуі мүмкін. Жақсылап жай отта осылай қайнатамыз. Қайнап болғаннан кейін осылай бөлек ыдысқа салып алдым. Егер киімдеріңіздің дақтары күрделі кетпейтіндей болса, онда кішкене 30-35 минуттай қайнатсаңыздар да болады. Өте абай болыңыз, өте ыстық және буға қолыңыз күйіп қалмасын. Осының бәрін осылай машинкаға барып шайып алдым. Ешқандай порошок ештеңе қосқан жоқпын. Аз уақытқа қойып шайып алдым. Результаттары міне. Өте керемет, ойымнан шықты. Бір жуғаннан-ақ бәрі тап-таза болды. Қараңыздар, бұл жерде бананың дағы болған. Бәрі кетіп қалыпты. Бұл майкада кішкене ағарып қалған. Бұл кофтада алдып қатты дақ болды, тоже кеткен. Өте ұнады. Тағы да жасап көремін. Сіздерге де пайдасы тисе, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.